Kızlarım, мінекей сендердің кәжекейлерің дайын болды. Деп қошақанға түсейкейін. Наны да саған арнап тіктім, қызым. Өзіңе жарасып тұр екен. Рауза, сен балабақшада ертең амал мерекесінде тақпақ айтасың ба? Мен сендерге қазір бастарына тақия тігіп беремін. Мамам деген ән салам. Мамам деген ән салам. Қазір қыздарым, біздер енді не істейміз? Мына жүннен текемет басамыз. Біздердің ата-бабаларымыз қойды бағып, оның жүнін алып, айланып, іске жаратқан. Бұл қойдың жүні, қойдың күзем жүні деп айтылады. Жазда ағаш үйітіп келде, киіздерді ішіне төсейміз. Молодец. Мен бұны байлайын. Рауза, жіптерді әкел. Келе ғой. Рауза, мен көзайым. Дайын болды. Қазір ашамыз киізді. Тәрбие тал бесіктен басталады дегендей, мен кішкентай бүлдіршіндерімді қолөнерге жақын болып өскенін қалаймын. Қазақтың қолөнері ұлттық мәдениетіміздің ажырамас бөлігі. Ол ғасырлар бойы қазақ халқының өмір салты, рухани құндылықтары, күнделікті тіршіліктерінің тығыз байланысты болды. Ата-бабамыз өмір бойы мал бағып, малдың терісін, жүнін, сүйегін пайдаға жаратқан. Мен қолөнер жұмысын жасағанда үнемі балаларымды қасыма ертіп жүремін. Қыздар деген қолөнермен айналысу керек, іс тігу керек. Біздер бүгін не істеді? Күшті қылып, текемет басты. Қыздарым, мына жарда ілініп тұрғанның аты қалай аталады? Жұмақ. Мынау не нәрсе? Ұшақ.